Азан KZ ислам ағарту порталы ұсынады. Ұстаз Шәкәр Месенжолұлының Имам Құдыридің Әл-Мұхтасар кітабы бойынша бейне дәрістер топтамасы. Екінші дәріс. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواقض الوضوء. Дәретті бұзатын мәселелер. Дәретті бұзатын жағдайлар. Вәл-маани нақидату лил-вудуи. Дәретті бұзатын мәселелерге келетін болсақ, күллу ма хараджа минас-сабилейни. Екі жолдан шыққан әрбір нәрсе. Екі жолдан мақсат кіші дәрет, үлкен дәрет жолдары. Яғни алдынан артына шыққан әрбір нәрсе ол дәретті бұзады. Тіпті ол шыққан нәрсе нәжіс бола ма, немесе нәжіс болмай ма, айырмашылық жоқ. Не сияқты кіші дәрет, адамның үлкен дәреті, шыққан жел, бұзатын сияқты, сол сияқты тас шықса, немесе құрт шықса, сол сияқты тағы да басқа нәрселер, олардың барлығы да дәретті бұзады дейміз. Енді бұл мәселеде имам Малик рахматуллаху алейх былай дейді. Дәретті бұзатын нәрселер ол әдеттегі нәрсе болу керек, шығатын әдеттегі. Сол үшін жаңағы құрт сияқты, тас сияқты, немесе үзірлі әйел, яғни өзінің әдет күндерінше хайыз көріп, 10 күннен кейін хайызы тоқтамай жалғаса берген әйел де, мысалы үзірлі әйел, соны көрген қаны. Сол сияқты зәрдің тоқтамай тамшылап тұруы, іштің өтуі, желдің тоқтамай шығуы, бұлардың барлығы әдеттегі емес қой. Әдеттегі нәрсе емес. Сол үшін бұлар бұзбайды дейді. Имам Малик айтады бұл айтқан нәрселерімді. Біз жоқ, біз бәрі бұзады дейміз. Әдеттегі болсын, әдеттегі емес болсын, бәрі бұзады дейміз. Енді ол имам Малик ол аяттан алады бұл үкімді. Ниса сүресі 43-ші аятта Алла Тағала былай дейді ғой: «Әу жаа ахадун минал ғаиди», яғни жаңағы дәретті бұзатын мәселелерді түсіндіріп жатқан кезде таяммум алу үшін рұқсат болатын жерлерде, егер ол неден ғайт, яғни үлкен дәреттен келсе, онда деп сонда бір сөз бар. Онда имам Малик айтады, бұл жердегі үлкен дәреттен мақсат адамның қажеті ғой, қажетін өтеп келсе деген сөз ғой дейді. Сол үшін әдеттегі нәрсе шықса ғана бұзады деп ол кісі айтады осылай. Біз айтамыз, тағы да пайғамбарымыз, мұнда бір хадисі бар ғой пайғамбарымыздың. Жаңағы үзірлі әйел хайыз күндерінше, өзінің әдет күндерінше хайыз көрген, содан кейін хайызы тоқтамай 10 күннен кейін де жалғаса берген әйел истихаза, мустахаза деп аталады ол әйел. Ол әйелдің көрген қаны истихаза, үзір қаны деп аталады. Сол әйел, пайғамбарымыз сондай әйел жайында Әл-мустахазату татаваддау ли вақти кулли салатин. Жаңағы әйел дейді, әрбір намаз уақытында дәрет алады дейді. Нені білдіреді бұл? Ол үзірлі болып есептеледі. Ол үзірлі болғаннан кейін оны алған дәреті бір намазға ғана жеткілікті, екінші намаз уақыты кірген кезде міндетті түрде дәрет алу керек. Яғни бұл демек бұзады асылында, соны білдіреді дейміз. Яқсы, бұл бірінші мәселе. Екіншісі дәретті бұзатын жағдайлар: вәд-дәму қан, вәл-қайху ірін, вәс-садиду
ол сұйық ірін, яғни сары су сияқты бір сұйық нәрсе, ида хаража шыққан кезде минел бедани денеден фатажаваза иля маудиин ялхақуху хукму татхир, және де денеден шығады, тазалау керек болған жерге дейін өтеді. Тазалау керек болған жер, білесіздер, дененің бүкілі тазалану уәжіп болады, ғұсылда мысалға. Сол үшін бұны жақсылап түсіну үшін мындай бір мысал берейін. Айтайық, қолымызда бір жара болады, осыны ол қотыр болып қатады, дұрыс па? Ол жара, қан үстіндегі. Ол қотырды мысалға дейін, ол қотырды алып тастадым мен. Ол қотырдың алып тастағаннан кейін ол жерде бір қан сияқты, қан тұр да, ол жерде суланып тұр ол жер. Алып тастадым, ол шыққан болып есептелмейді, ол тұр әлі. Ол жай көрінді ғана. Қашан ол өзі сызығынан өтіп жайылады, сол кезде оның дәреті бұзылды деген сөз. Түсінікті ме? Қашан өзі сызығынан жайылады, сол кезде бұзылды. Енді бұл жерде дәреттің бұзылу үшін ең бастысы қанның ағу күші болу, өзінде бір ағу күшіне бір ие болу қан. Қалайша, егер оны жай өзінің еш нәрсе оған қылмай, оны жай қойсан, ол ағатындай болу керек. Тіпті ол сол уақытта ол ақпаса да. Мысалы, қалай болуы мүмкін? Жараладың қолына бір шүберекті алып, анау шығар-шықпас, оны бірден сүртіп атсын. Шығар-шықпас, шығайын өт, бастың шүберекпен, немесе мақтамен. Енді дәрет бұзылмады ма ол кезде? Қара, бұзылмады ғой деуі мүмкін біреулер. Қара, ол шығып жайылған жоқ қой әлі. Дұрыс па? Басқа жерге өткен жоқ қой әлі деуі мүмкін. Жоқ, олай емес. Оның ағу күші бар ғой ол жерде. Дұрыс па? Егер сен оған тиіспесең, ол өзі ағар еді ғой. Дұрыс па? Сол үшін сенің дәретің бұзылды деп айтамыз. Сол сияқты тістің арасынан аққан қан, мұрын ішінен аққан қан, бұның барлығы да дәретті бұзады. Енді мысалға бір кісі алманы тістесе, алманы тістегеннен кейін алып қараса, қанның іздері тұр. Біз бірден дәрет бұзылды деп айтпаймыз. Неге? Өйткені қанның ағуы керек. Қан бар, білеміз, ол шығып ағуы керек. Ағу сипаты болу керек өзінде. Оны қалай білеміз? Ол тағы да тістеу керек. Екі-үш рет тістесе, сол тістеген кездерінде қан тұрса, көрініп тұрса, онда дәреті бұзылды. Немесе мисвак қолданды, мисвак қолданған қараса, мисвагында қан неткенді, қан болып тұрды мисвак. Әлі бірден оған үкім бермейміз. Ол түкіріп көреді. Егер қан көбіректеу болса, түкірігінен, онда дәреті бұзылды деп айтамыз. Сол сияқты дәретті бұзатын нәрселердің тағы да біреуі, мысалы жұмыс деген кезде қолымызда не пайда болады? Мазол сияқты нәрсе пайда болады. Ісіп, ішінде су болады. Сол жаңағы іскен нәрсені жарып, сол су ақса, дәретті бұзылады екен. Бұл жайында ғұламаларымыз біреулер бұзылады, біреулер бұзылмайды дегенмен, ықтиятты болғанда, және де мықтырақ болған көзқараста ол бұзылу жайында. Яғни жаңағы ақ судың өзін шыққанда ол бұзады деген. Иншалла сол көзқарас дұрысырақ. Енді білесіздер, кейбір мазхабтарда, мысалға Шафии мазхабында қанның шығуы дәретті бұзбайды. Дәретті бұзбайды. Олардың сүйенетін бірақ қана хадис қана бар екен да. Бір ғана хадис бар екен. Олардың сүйенетін. Қандай хадис? Абу Дауудтың риваят еткен хадисі, сол сияқты имам Бухари тағлиқ қылған, яғни асыл мәтінде жоқ, бірақ мәтінде келмесе де, бірақ өзі зікір еткен кейбір хадистер тағлиқ болып келеді. Сол хадистер риваят еткен, былай деп келеді ол хадисте, оны Джабир ибн Абдилла деген сахаба бізге жеткізеді екен. Пайғамбарымыздың кезінде Затур Риқа деген бір сахабада жорыққа барады.
Затур Риқа деген жорық соғыс болады. Сол соғыста екі сахаба не істейді екен, түнде басқа сахабаларды күзетеді. Екеуі кезек-кезек, біреу ұйықтайды, екінші қарап тұрады. Біреу келе жатса, бәрін ояту керек, шақыру дұрыс па? Енді сол бір сахаба ұйықтап жатады, және екіншісі не істейді, уақытын бос кетпесін деп намазға тұрады. Намаз оқып. Оны жаңағы мүшрик кәпірлер көріп қояды. Түсініп қояды намазда екен. Оқты алып, жаңағы атады, жаңағы сахабаға. Тиеді, жаралайды жаңағы сахабаны. Қан болып, бірақ намазынан шықпайды, намазын жалғастыра береді. Сосын жаңағы қасындағы сахаба оянып қараса, анау жаралы отыр екен. Сосын сұрайды, сен неге намаздан шығып кетпедің бірден деп сұрайды екен да. Ол да тұрып, мен ол кезде Кәһф сүресінде оқып жатқан едім. Кәһф сүресін үзгім келмеді дейді. Оны толық оқығым келді дейді. Осы жауап береді. Осы хадис. Бұл хадиске қарасаңыз, жаңағы сахабаға оқ тиеді, қан шығады, жараланады, намазын жалғастырып оқи береді. Біз былай деп жауап береміз. Бұл хадиспен дәлел келтіру өте қиын. Сол үшін имам Хаттаби деген кісі бұл хадиспен қалайша дәлел келтіре аласыңдар деп сұрайды. Қалайша дәлел келтіре аласыңдар? Өйткені белгілі анық, оқ тиген кезде қан шығады, ол қан денеге тиеді, киіміне тиеді. Ал қан егер денеге, киімге тисе, ол былғайды ғой денеге, киімді. Онымен намаз оқуға болмайды ғой. Пайғамбар хадис бар. Бір сахаба әйел келіп пайғамбарымыз айтады, я Расулалла, мен дейді, аты Фатима бинту Аби Хубейш деген әйел екен. Мен дейді хайыз көрем дейді. Хайыз көрем. Қаным тоқтамайды дейді, хайыз қандары. Тазаланбаймын дейді еш. Не істейін, намазды оқиын, оқыма қойын ба дейді. Тастайын ба дейді намаз. Не істейін мен дейді. Тазаланбаймын дейді. Сөйді пайғамбар, жоқ, намаз тастама дейді. Иннама залика ирқун дейді. Ол сен көріп жатқан қазір қан дейді. Ол негізі хайыз қан емес. Ол негізі тамырдан келетін қан сияқты дейді да, бір басқа бір қан дейді. Лейса бил хайзати, ол хайыз қаны емес. Әйелдің итек кірғанын айтып жатыр ғой бұл жерде. Ол сенік ол емес. Фаиза ақбалатил хайзату фадаис салата. Егер хайыз көрсен, онда намазыңды оқыма. Фаиза адбарат, егер хайыз күндердің кетсе, онда фағсили, бірінші жу, алдымен анки дәмә, алдымен қанды жу дейді. Көріп отырсыздар ма? Жаңағы әйелге, ол итек қанын көрген әйел міндетті түрде денесіне, киіміне тиеді ол қан. Сол үшін оны алдымен жу, содан кейін әрбір намаз уақыт үшін дәрет алып отыр дейді. Сосын солай намаз оқи бер дейді. Бұл хадисте анық айтылған, бұл Бухарида бар бұл хадис, анық айтылған. Демек қан бір денеге, киімге тисе, оны жуу керек. Бұл жаңағы жоғарыда айтқан хадисте сахаба не істеді? Аққан қанмен намаз оқыды. Қалайша оқуға болады? Түсінесіздер ғой. Қалай әдемі дәлел келтіріп жатыр. Сондықтан да бұл хадиспен дәлел келтіруге болмайды дейді. Енді былай айтсам болады. Оқ тиеді, ол қан денесіне тимей бірден атып шығады. Деу мүмкінсің, бірақ өте қиын ол айтты, дұрыс па? Міндет тисе ол жайылып, біреу атып шығады, біреу шашырап денесінен тиеді. Ол өте қиын. Ондай нені ойлап көру, елестетіп көру олай өте қиын. Және де бұл мәселені жаңа пайғамбарымыз естіп педі сахаба сөйткендігін. Сосын оны сен дұрыс істедің деп айтып педі, ол да белгісіз. Екіншіден бүкіл сахабалар ғалым болған жоқ. Ол өзінің көз қарасы болуы мүмкін, қателесу мүмкін ол сахаба. Сол сияқты көп сұрақтарды қоя аламыз бұл мәселеде. Сол үшін бұл хадистермен дәлел келтіруге болмайды. Ал енді біздің келтіретін дәлелдеріміз, айтатын дәлелдеріміз қандай? Бірінші, Даруқутнидің Тамимид Дари деген сахабадан жеткізген хадис.
Сосын Ибн Ади өзінің Камил атты кітабында Зейд ибн Сабиттен жеткізген хадис, ол жерде пайғамбарымыз былай дейді: Ал-вудуу мин кулли дамин саилин. Дәрет әрбір аққан қаннан себеп дейді пайғамбарымыз. Дәрет қашан? Аққан қаннан, яғни жай ғана не емес, көріну емес, ол көрініп, ағып, шығып, жайылу керек, өту керек басқа себеп. Сол қаннан ғана себеп дәрет алу керек деген хадис бар. Және жоғарыда айтқан Бухари шерифтегі жаңағы әйелмен байланысты хадисте біз үшін дәлел бола алады. Ол жерде пайғамбарымыз жаңа әйелге қанды жу, содан кейін әрбір уақыт үшін, намаз уақыты үшін дәрет ал дейді. Жаңағы әйелдің көрген қанын өзінің әдет күннен көбірек, 10 күннен асқан қандар, оның барлығы сен хайыз қаның емес, ол тамырдан шыққан қан сияқты дейді пайғамбарымыз. Көріп отырсыздар ма? Пайғамбарымыз бұл жерде ол қанды ана кәдімгі қанға ұқсатып жатыр. Ол бұзады, науды бұзады дәретті. Бірақ ғұсыл алуың керексің. Ғұсылың бар, ғұсыл алып, сосын намаз оқи бересің деп айтады пайғамбар. Бұл да дәлел бола алады біз үшін. Және де тағы да анығырақ имам Маликтің Муатта кітабында мұндай бір риваят бар. Нафи деген табиин, үлкен Абдулла ибн Омардан құлы болған, кейін оны азат еткен Абдулла ибн Омар, бірақ сол Абдулла ибн Омардың қасында жүріп көп ілім алған, өте үлкен ғалым болған. Сол кісі Абдулла ибн Омардан жеткізеді. Абдулла Омар дейді: "Кана иза рафа", мұрны қанаған кезінде намазда тұрып. Мұрны қанап кетеді ғой кейде. Күн ыстықтан себепті, мысалы, немесе басқа себептерден. Ража, намаздан шығады. Фатавадда, дәрет алады. Вәләмета кәлем, сөйлеспейді сол аралықта. Сүмма ража, сосын қайтады намазына. Вәбана алама қатсалды. Оқып отқан намазын жалғастырады. Бұл хадис анық бізге білдіреді. Абдулла ибн Омардың амалынан бұны анық білеміз. Ол кісі намазда тұрып қанақ ағады. Қараңыздар, намазда тұрып қан ағады, бірден шығып кетеді, дәрет алып қайтып келіп намазын жалғастырады. Егер де қан ағу дәретті бұзбайтын болса еді, ол намаздан шықпас еді. Дәретті бұзатындығынан себеп намаздан шықты, дәрет алып келді. Бұл да дәлел болады. Бұл өте мықты дәлелдеріміздің біреуі біздің, иншалла. Сол сияқты осыған ұқсас Абдур-Разақтың Мусаннафында Али радиаллахтан келетін хадисте осыған ұқсас сөздер бар. Олар барлық дәлелі болады. Сөйтіп, не деп айтамыз? Жалпы осы хадистерден ұққанымыз жалпы негізі не? Қан дәретті бұзады. Қан, ірі, сары су сияқты нәрселер шықса, ол дәретті бұзады. Келесі дәретті бұзатын нәрсе вәл қайу, құсу. Ида кана мил әл фәми, ауыз толы болған кезде, ол да дәретті бұзады. Енді бұл мәселеде де кім? Имам Шафиғи, ол ғалым, ол бұзбайды деп айтады. Енді ол кісінің сүйенген хадисі осындай болады. Пайғамбарымыздың мына бір әрекетін, сөзін жеткізеді. Амалын айтады. Кәна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, пайғамбарымыз муруна, бізге әмір ететін еді. Бұл хадисті Сафуан ибн Ассал деген кісі айтады екен. Күнна сафран, сапарда болған кезімізде пайғамбарым бізге айтатын еді. Анла нанзиа хифафана саласата айямин ва лаялиха. Яғни мәселелерінде 3 күн 3 түн шешпесеңдер болады деп айтатын еді. 3 күн 3 түн есесінде 72 сағат, яғни оны қолдана аласыңдар сапарда, дұрыс па? Илля тек қана шешесіңдер мин жанабатин, жүніптіктен себеп шешесіңдер. Жүніп болып қалсаңдар, оны шешіп, толық ғұсыл алып, жуынып, қайттан киесіңдер. Валякин, бірақ та шешпейсіңдер ол мәселелер. Неден себеп? Мен ғаитин, үлкен дәретке барсаңдар, бәулин, кіші дәретке барсаңдар, нәумен ұйықтасаңдар, мәселелерін шешпейсің. Ол жағдайда тек қана қолдарында, беттерін басқа масих тартып келіп, мәселелеріне масих тарта саласыңдар дегісі келді пайғамбарымыз. Осы хадиске сүйенеді. Бұл қараңдар дейді. Бұл хадисте пайғамбарымыз құсу жайында айтып жатқан жоқ дейді.
Жаңа немесе сол сияқты ана жоғарыда айтқан қаныш шығу айтып жатқан жоқ дейді да мысалға. Сосын бұлар бұзбайды дейді. Бір дәлелдердің біреуі осы. Біз де айтамыз. Біріншіден, бұл жерде пайғамбарымыз көбінесе кездесетін амалды айтып жатыр. Көбінесе адам қалай дәретті бұзады? Үлкен дәрет, кіші дәрет ұйықтау арқылы бұзады да. Мысалы, сол арқылы көбінесе сол болады. Әйтпесе құсу да болады, бірақ ол сирек болады ғой. Егер жаңағы сіздердің ойлайтындағандай ойласақ, онда талып қалу, жынданып қалу, ол да дәретті бұзбау керек. Бірақ бұзады, келісесіңдер. Не үшін? Оларды бұл жерде айтқан жоқ, олар да сирек кездеседі өткені, сол үшін. Әйтпесе, біздің дәлеліміз бұл жайында былай. Бұл хадистерді, біздің қазір дәлелдерімізді Абу Дауд, Нәсаи, Тирмизи ривайет қылады. Және де Тирмизи ривайет қылып, былай деп комментария, түсініктеме береді. Ас-сахху шейин фил баб. Бұл хадис, бұл мәселе жайында ең сахих деп айтады. Сол сияқты Хаким өзінің Мустадрик атты кітабында Маъдан ибн Аби Талха деген кісіден жеткізеді. Маъдан ибн Аби Талха деген кісі Абу Дардадан мындай бір хадис естиді екен. Ол табиин. Маъдан ибн Аби Талха деген кісі, ол табиин. Абу Дарда сахабадан естиді. Былай деп айтқан екен сахаба, Абу Дарда деген сахаба. Аннан набия саллаллаху алейхи вассалям қаа, пайғамбарымыз құсты дейді. Бір күні құсты. Фатаваддаа, және дәрет алды. Осыны жаңағы Маъдан деген кісі Абу Дардадан естиді. Сосын жалғастырады сөзін. Фалақиту Саубана. Сосын Саубан деген сахабаны, пайғамбарымыздың құлы болған, кейін пайғамбар оны азат қылған, пайғамбардың қасынан айырылмаған Саубан деген кісі сахабаны кездестірдім фи месчиди Димешқ. Дамасктың мешітінде, Сирияда кездестірдім. Фазакарту залика лаху. Бұны оған айттым. Еске түсірдім. Сол Абу Дардан естіген едім. Сол кезде фақала, Саубан тұрып айтты дейді. Садақа, ол дұрыс айтты дейді. Ва ана сабабту лаху вудуаху. Мен оған суды өзім құйып тұрған едім сол кезде деген. Мен оған суды өзім құйып тұрған едім дейді сол кезде. Ол дұрыс айтты деген. Бұл хадис біздің ең мықты дәлеліміз болады. Және де бұл мәселе жайында кейбір хадистер келеді. Пайғамбарымыз құсты, дәрет алған жоқ, тек қана аузын шайды сияқты. Бір мағынада хадистер келеді. Олардың барлығы әлсіз болып келеді. Кәдімгі үлкен бір әлсіздіктер бар. Оны қабыл еткен жағдайымызда да ол жерде былай деп түсіндіреміз. Ол жерде бәлки пайғамбарымыз көп құсқан емес, аз құсты. Өткен біз де айтамыз, аз құсу ол дәретті бұзбайды дейміз. Қай уақытта бұзады? Көп құсылған кезде. Оны қалай есептейміз? Ауыз толы болған кезде дейміз. Сол кезде. Жаңа хадистерді былай түсіндіреміз. Жарайды. Сосын бұл жерде тағы да айтылатын бір мәселе, кейде былай болуы мүмкін. Адам аз-аздан бөліп құсуы мүмкін. Ол кезде қалай айтамыз? Бұза ма, бұзбай ма? Ол кезде біз қараймыз. Егер оның бөліп құсқандары ауыз толы мөлшеріне жетсе, онда бұзылды деп айтамыз. Егер жоқ, ауыз толы мөлшеріне жетпесе, кішкене ғана болса, онда бұзылмады деп айтамыз. Жай ғана пайғамбарымыз істегендей аузы шайып қана қояды ол кезде. Болды. Дәрет алу керек емес. Аз құсса. Ұйықтау, ол да дәретті бұзады екен. Бұл тажиан, кәдімгідей жатып, ұйықтау, дәретті бұзады. Әу немесе мұттакия, немесе сүйеніп, жамбастап, яғни жамбасына сүйеніп, яғни ұйықтаса да бұзылады. Әу мұстанидан иля шейін, сол сияқты бір нәрсеге сүйеніп ұйықтаса, айтайық партаға сүйеніп ұйықтаса. Ләу узиля ләсақата, егер ол партаны мысалға былай деп елестетсек, егер оны алсам қазір ол түсіп қалады. Сондай бір дәрежеде ұйықтап жатыр, сүйеніп. Түсінікті ме? Ол да бұзады. Жалпы бұзбайтын қандай жағдайда бұзбайды? Негізінде, егер адамның артқы жағы
жақсы жерге орналасып, желдің шығуына ешқандай мүмкіншіліктер қалмаған жағдайда. Соншалықты мықты отырып ұйықтап қалса, ол бұзбайды. Солай айтамыз. Ол бұзбайды. Енді бұл ұйықтаудағы дәреттің бұзуы да, ол ұйқының өзі дәретті бұзатындығынан емес. Неден себеп? Бұл жерде желдің шығып кету ықтималы бар. Сол үшін дәретті бұзады деп айтамыз. Әйтпесе, сахих хадистерден бізге жеткені, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не істейтін еді, кейде таң намазы сүннетін оқығаннан кейін Билал хазреттер азан шақырады, пайғамбар таң намазы сүннетін оқиды, сосын кішкене жатады. Билал хазреттері екінші мәрте қамат түсіру үшін келген кезде пайғамбарымыз тұрып не істейді? Дәрет алмастан намазға тұрады. Сонда Билал хазреттер: "Я Расулалла, сіз ұйықтаған жоқсыз ба?" деген кезде: "Әлбетте менің екі көзім ұйықтаса да, жүрегім ұйықтамайды" дейді. Яғни мен ғапыл емеспін, одан жел шықпаған білемін дегісі келіп тұр. Яғни бұл хадистерден де түсінетініміз, жалпы ұйқы өзі бұзбайды. Ол жер ықтимал бар, шығу ықтималы. Сол үшін ол ықтималдар егер болмайтын болса, адам нақты мықты отыратын болса, орнықтырып артыңғы жағын, онда желдің шығу ықтималы өте аз, дәрет бұзылмайды дейміз. Бірақ қазіргі таңда Кемалюддин ибн Хуммам, біздің Ханафи мазхабының үлкен ғұламаларынан, өзінің Хидаяға жазған шерхінде, Фетхул Қадир деген кітабында айтады. Қазіргі заманда дейді, қазіргі заманда адамдардың жеп жатқан тамақтарына қарасақ дейді, өте майлы тамақтары. Соған қарасақ дейді, адам дейді қандай жағдайда болмасын, егер көпке ұйықтап өзінен кетіп қалатын болса, онда желдің шығуы ол жерде не емес, қиын болмайды. Соның үшін майлы тамақтар жегеннен себеп, ол шығып кету ол өте оңай дейді. Сол үшін ондай қазіргі замандарда егер адам көп ұйықтап кететін болса, жақсылап отырып қалып бұл жерде, жақсылап отырып ұйықтап кететін болса да, не істеу керек? Ықтиятпен дәретті алу керек дейміз. Түсінікті ме? Ал жай ғана мысалы қалқып кетулер, көздің жұмылып кетулері бар ғой, қалқып келе болады, қалқып тұрасың ғой адамда, ұйқысырап бүйтіп. Ол негізі бұзбайды. Неге? Өйткені сен әлі өзіңді білесің, тек қана жай әшейін ұйықтайын деп жатсың да, мысалы. Ол бұзбайды негізі. Енді бұл мәселеге, ұйықтау мәселесіне нені айта аламыз? Намазда тұрып адам қиямда, немесе рукуда, сәждеде ұйықтап кететін болса, дәрет бұзбайды екен негізі. Неге? Өйткені ол жерлерде қиямда, рукуда, сәжде тұрған кезде сен несесің, сен өзіңді біліп тұрсың. Не? Көзің кетіп қалды да ол жерде асылында. Шынымен ұйықтаған жоқсың ол жерде. Пайғамбарымыздың да осылай ұйықтап қалғанда хадистерден бізге жетеді. Аббас айтады, Ибн Аббас, пайғамбарымыздың інісі, аннаху раан набия саллаллаху алейхи вассалам, ол пайғамбарымызды көріпті. Нама, ұйықтап жатыр екен да, пайғамбар ұйықтап қапты. Уахуа саджидун, сәждеде ұйықтап қапты. Хатта ғатта ау нафаха, тіпті соншалықты ұйықтап кеткені пайғамбарымыздың тіпті дауыста шықты дейді да, ұйықтаған дауыс, қорылдаған дауыс дейміз бе? Дауыс шықты дейді. Сүмма қама юсалли, сосын тұрды, намазын жалғастыра берді. Фақулты: "Я Расулалла, иннака қат нимта", сен ұйықтадың ғой деп айттым дейді. Қала, пайғамбарымыз жауап берді: "Иннал вудуа ла яджибу", дәрет уәжіп болмайды, илля аля ман нама мутажиан, қай уақытта уәжіп болады? Жатып ұйықтаған кезінде уәжіп болады дейді пайғамбарымыз. Фа иннаху иза тажа истарахат мафасилуху, өткені сен жатып ұйықтаған кезінде буындарың босап қалады. Босап, өзін білмей қаласың. Дұрыс па? Сол үшін бұзады деп осында хадис келеді пайғамбарымызда. Жарайды, осы жеткілікті негізі. Сосын келесі бұзатын нәрсе уәл ғалавату алал ақли бил иғма, талып қалу, уәл жүнуну, жынданып кету. Кейде болады адамдар жынданады, сосын қайтадан өзіне келеді,
жынданады, уақытша жынданулар болады ғой кейде, дұрыс па? Ол кездерде ол аралықта адамның дәреті бұзылды деп есепке алынады. Сосын уәл қахқахату, қатты күлу. Фи кулли салятин, әрбір намазда зәти рукуин ва суджудин, сәждесі, рукусы болған әр намазда күлу. Яғни ол кезде жаназа намазына біреу күлсе, дәреті бұзылмайды, тек қана намазы бұзылады. Немесе телеует сәждесін қылып жатқан кезде күліп қалса, ол кезде дәреті бұзылмайды, тек қана сол сәждесі бұзылады, қайтадан да сәждесін орындау керек болады. Ал кәдімгі біздің оқып жүрген 5 уақыт намаздарда, сүннет намаздарда, нәпіл намаздарда, егер бір адам күлетін болса, дауыстап, дәреті бұзылады. Содан себеп намазда бұзылады, дұрыс па? Дәреті болады, намазы болады, қайтадан дәрет алып келу керек болады. Енді бұл мәселе жайында ғалымдар, біздің мазхабымыздан басқа ғалымдар бұзылмайды дейді. Неге? Өйткені егер сен намаздың ішінде бұзылады деп айтатын болса, дәрет, оны намаздың сыртында да бұзылу керек қой дейді. Дұрыс па? Біз айтамыз, дұрыс, сендер дұрыс айтасыңдар. Егер шынымен солай болу керек, бірақ хадистер жетті дейді. Пайғамбарымыздың хадистер жетті. Не үшін пайғамбарымыз дәретті жаңартқызды, жаңағы сахабаларға? Айтам бұл хадисті. Бұл жерде асылында шын мәнінде дәреттің бұзылуы жоқ асылында. Олар не үшін дәрет алғызды пайғамбар? Оларды осы амалдан бөгеттеу үшін. Түсінесіздер ме? Оларды жазалау үшін да. Сол үшін дәрет оларға уәжіп болады, осындай адамдарға. Шынайы хақиқи бір түрде ол дәреті бұзылмады ол жерде асылында. Қандай хадистер? Ондай хадистер, бұл жердегі күлу мәселесіндегі хадистер Даруқутниде, Абу Хурейра, Имран ибн Хусейн, Табарани, Абу Муса әл-Ашхариден жеткізеді. Сол сияқты Энес радиаллаху, Джабир радиаллаху, осындай сахабалардан келеді хадистер. Көп олар. Бірақ ол хадистерді кейбірлер бүйтіп әлсіз дейді, жаңағылар. Ол хадистер әлсіз дейді. Жарайды. Бірақ пайғамбарымыздан тағы да мурсел хадистері жеткен, пайғамбарымыздың істеген жайында. Мурсел хадис деген сөз, жаңағы хадисті ривайет қылушы адам, сол кезде ривайет еткен кезде сахабаның атын атамай тікелей пайғамбардан естіген сияқты айтады. Түсінесіздер ме? Мурсел ғой, сахабаны арасынан алып қояды. Енді біз айтамыз, ондай хадистермен амал етуге болады дейміз. Тізбек қой, хадисті жеткізген кісілердің тізбегі. Сон ең біріншісі кім? Сахаба болады. Ол сахабаны көрген табиин, осында кете береді. Сол тізбекте, егер бір табиин не істесе, сахабаның атын атамаса, тікелей пайғамбарына ривайет қылса, ондай хадисқа мурсел дейміз. Біз айтамыз, ондай хадиспен амал етуге болады дейміз. Неге? Егер ол хадисті, тіпті біздің мазхабымызда ғана емес, тіпті имам Маликтің мазхабында, имам Ахмед ибн Хамбалдың мазхабында да солай. Имам Шафии да бұнымен келіседі негізі. Онда бірақ кейбір шарттары бар. Қандай? Ривайет еткен табиин өте үлкен бір табиин болу керек. Және де ривайет еткенде тек қана сенімді адамдардан ривайет ететін табиин болу керек дейді. Табиин. Ал егер сондай хадистерге бір қарасақ, мурсел хадистер өте көп, және де олардың сахих екендігінде ешқандай не жоқ, ол жерде күмән жоқ. Соған қарай пайғамбарымыздан тікелей жеткен, пайғамбарымыз сахаба арқылы жеткен хадистер де көп, мәрфу хадистер дейміз оған. Олар да көп. Мысалы, біреуі имам Абу Ханифаның Муснед атты кітабында, Абу Ханифа оны өзінің кітабында келтірген екен, хадис кітабында былай болады оқиға. Ол пайғамбарымыз бір күні намаз оқып тұрады сахабалармен бірге. Бір сахаба келе жатыр, көзі көрмейтін сахаба намазға кешігіп қалған екен, келе жатыр да, көзі көрмейді. Ол кездерде әртүрлі мешітте көп еді, шұңқырлар. Сахабалар көріп тұр, өйткені мешіт ол кездері пайғамбарымыз кезінде біз қазіргі сияқты жабық болған жоқ, тек қана тіректері бар, шатыры бар, ашық көрінеді, кірген адамдар көрінеді, солай еді да.
Жаңағы сахаба, көзі көрмейтін сахаба намазға асығып келе жатыр енді. Жаңағы шұңқырды көрмей, шұңқырға түсіп кетті. Сахабалар көрді оны. И көбісі күліп жіберді. Намазда күліп жіберді. Пайғамбарымыз намаздан кейін, намаз бітіргеннен кейін, кім дауыстап күлген болса, ол барып дәретін жанатсын, намазында қайтадан оқысын деп пайғамбар айтады екен. Осы хадистер негізі олар әлсіз, былай жалпы бір деп қараған кезде әлсіз болғанымен, бірақ жалпы өте көп. Жаңағы айттым, Абу Муса әл-Ашаридан келеді, жаңағында Энес радиаллаху келеді, Имран ибн Хусейннен келеді. Көп олар, олар бәрін қосып жинаған кезде олар хасан дәрежесіне шығады бұл хадистер. Сол сияқты жаңағы жоғарыда айтқан мүрсел хадистерді өте көп. Сахаба арқылы емес, сахабаны аттап пайғамбардан бірден тікелей риуаят қылған хадистер. Олар да сахих негізі көп олар. Оларды қабыл етеміз. Сол бәрін қосқан кезде не істейді? Бұл хадис негізі дәлел келтіруге болатын бір хадис. Сол үшін бұл хадиспен біз амал етеміз. Пайғамбардың заманында болған оқиғадан себеп, пайғамбарымыз дәрет ал деген, намаздар қайтып оқыңдар деген. Осылайша бізде осылай айтамыз, иншалла дәретті бұзады дейміз. Осымен дәретті бұзатын нәрселер бітті осымен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.